Армысыздар достар, біз Мәскеудеміз. Мәскеуге Samsung'тың кеңсесіне келгенбіз. Мақсатымыз арнайы семинарға қатысу болатын. Қазір ол семинарға қатысып болып, енді Белорусский вокзал деген жердегі қонақ үйге бара жатырмыз. Қаланы білмегендіктен жаяулатып баруға шешім қабылдадық. Жолай телефон симкасын сатып алу ойда бар. Міне Теле2, МТС. Өзімізге танысы Теле2-дан бір номер алсақ дұрыс болады. Теле2-ның сим картасы 100 рубль. Ішінде 5 гигабайт интернет және басқа абоненттерге хабарласу үшін 100 рубль бар. Менше 3 күнге жететін сияқты. Алматыда біз 10 минуттың ішінде 20 шақты автобус көретін болсақ, бұл жерде 1-2 автобус ғана көреміз. Бірақ естесіне метро станцияларында адам шығырып жүр. Мынандай кептелісте автобуспен жүру өте тиімсіз. Автобустың ішіне қарасаңыздар, адам жоқ. Кешкі сағат 7-де Алматының автобустары лық толып, адамдар есіктен шығар-шықпас болып тұрады. Мына жерде 5-6 адам ғана отыр автобуста. Қонақ үйге қоныстандық. 3 жұлдызды қонақ үй. Қонып кетуге, таңғы ас ішіп қалаға шығып кетуге өте ыңғайлы. 33 мың теңге төледік 2 түнге. Қазір енді Мәскеудегі достарымызбен кездесуге кетіп бара жатырмыз. Енді алда тұрған мақсат метро станциясын табу. 2 гис-тің Мәскеудегі картасын жүктеп алдық. Сонымен жүрміз қазір. Көмегі қатты тиіп жатыр. Бізге ең жақын Белорусская. Ол үшін біз кері қайту керекпіз. Кеттік артқа. Кері қайтамыз. Осылай жүреміз, міне бағдаршам. Өте дәл келдік. Қыдырып қайтадан қонақ үйге қайтып бара жатырмыз. Кішкене метроның ішінде адастық. Үлкен тәжірибе болды ол деген. Жалпы кеш көңілді өтті. Осымен Мәскеудегі бір күніміз тәмам. Мәскеудегі кезекті күн. Тағы да қалаға шықтық. Қазір алған бағытымыз Алматинская деген метро станциясы. Сол станцияға барып 1-2 сурет түсіріп қайтпақпыз. Одан кейін жоспар бойынша Әлия Молдағұлова атындағы мектепке барамыз. Кезек. Адам көп. Алматинская метро станциясына келдік. Бұл метро ең шеткі станциялардың бірі. Сырты міне былай әрленген. Сыртында алманың суреті бар. Алма ағашының суреті салынған. Тау. Айналасы мынандай міне. Станцияның атауы өзгергенде біраз шу болған. Неге Алматы деп қою керекпіз деген сияқты қала тұрғындары түсінбей біраз шамданған. Десе де атау өзгерді осылай. Алматинская станциясының ішіндеміз. Қазір пойызға отырып келесі нүктеге барамыз. Жердің астында жүргенімізге 2 сағат болды. Бас ауырып кетті аздап. Шыға алмай жатырмыз. Станциядан станция, пойыздан пойыз. Мәскеу метросының тағы бір қызық жері ол пойыздар кейде жердің астынан жердің бетіне шығып тұрады. Осы сияқты. Басқа жаққа бұрылып кеттік. Бір кісіден сұрадық. Осы уақытқа дейін біраз адамнан жол сұрадық. Көмектеспеген адам жоқ, бәрі көмектесіп жатыр. Ол жағынан алғанда. Вам помочь?
Ол жағынан алғанда мәскеуліктер жарап тұрған сияқты. Пойызға кешігіп бара жатса да көмектесуге қол ұшын созуға тырысады. Тугез кейде қателесіп жатыр енді. Немесе біз дұрыс түсінбей жатырмыз ба? Ориентир жоқ. Мына Мәскеудің орталығы емес, Вишники деген ауданы, Мәскеудің қаласының шетінде. Бұл жерде міне Алия Молдағұлованың атындағы көше және Алия Молдағұлованың атындағы мектеп бар. Мұнда Кеңес одағының батыры Алия Молдағұлова арналған мүсін тұр. Мына мектептің өзі. Нөмірі 402 мектеп. Школа номер 402 имени Алии Молдағұловой дейді. Школа носит имя героя Советского Союза Алии Молдағұловой, славной дочери казахского народа, героически погибшей в Великой Отечественной войне дейді. Байқағанымыздай елдің бәрі метрода. Кеше орталықта жүргенде адам көп көрінбеуші еді. Бүгін метроға түсіп, елдің бәрі сол жердің астында жүреді екен деген ойға келдік. Жердің астында түссең басың ауырып кетеді, кішкене жердің үстін сағат қалады екен. Біз ондайға қатты үйренбегенбіз. Алматыда метроға түсесінде ары кетсе бір жарты сағат болып, қайтын шығып кетесің. Бір жақсы не бар ғой? Жел ұстайды да, Wi-Fi бар тегін. Ол жағынан жақсы жасап қойған. Интернет телефон желісі ұстайды жердің астында. Тегін Wi-Fi бар, кішкене ішің пыспайды. Ол жағынан ғана кішкене құтқарып тұр сол, иә. Ол болмаса енді тіпті метроға түсуден бас тартатын өз басып. Кітап сатып аламыз ба деген ой кетеді сөйле. Кітап сатып алып, кітап оқисың. Жалпы кітап оқуға қатысты көп адамдардың метрода уақыты сол кітап оқумен өткізіп жатқанын байқадық. Бұл жерде бір сондай қалыптасқан мәдениет сияқты. Елдің бәрі кітап оқиды. Өте жақсы дәстүр. Ол жағынан алғанда үйренеріміз бар мәскеуліктерден. Жаңа бізге Алматыдан Алия Молдағұлованың мектебіне келу үшін біраз жер жүруге тура келді. Біз Алматы метросынан отырдық, одан кейін Зябликовадан түстік та, ол жерден басқа пойызға отырып, Христианская заставадан түсіп, келесі пойызға отырып, Выхинаға дейін келдік. Енді Выхинадан бізге Қазақстан елшілігіне бару керек. Ол үшін біз қазір Выхинадан отырамыз да, Кузнецкий мостқа дейін барамыз да, ол жерден Любянка деген станциядан қызыл жолақтағы пойызға отырып, Чистые прудыға жетеміз, сол Чистые прудыдан түсеміз. Ондай жетоныңыз болса, билеттің құны 38 рубль. Теңгеге шақсаң 220 теңге. Біз қазір Чистые пруды метро станциясынан түстік. Бұл жерге келген себебіміз, мұнда Қазақстанның Ресейдегі елшілігі орналасқан және Абай атамыздың мүсіні бар. Соған қарай бара жатырмыз. Міне Қазақстанның көк туы желбіреп тұр. Біздің елшілік. Абай Құнанбаев, казахский поэт и мыслитель дейтін. Абай атамыздың мүсіні. Мына жерде бал-бал тастар орнатылған. Вечен творец бессмертного слова дейді. Қаланы аралап жүрміз қазір. Мына жақта Бауырсақ деген дүкен бар екен. Сол дүкенге бара жатырмыз. Ол дүкенде Қазақстаннан келген өнімдер сатылады. Осы ма? О, міне Бауырсақ. Бауырсақ деген дүкенге келдік. Жаймамыз бар. 5 форматқа. Арнайы. Қысқасы Қазақстанның өнімдері. Иә. Астан, шайымыз бар. Әртүрлі кәмпиттеріміз. Қазақтың оюы бар. Көрпешелер, жастықтар. Бауырсақ 100 граммы 50 рубль. Мұнда міне дүкендегі сусындар. Қасай дейді. Қысқасы Мәскеудегі Қазақстан. Біз қазір Покровский көшесі 14 деген үйге келдік. Бұл жерде біздің атамыз Тұрар Рысқұловқа мынандай ескерткіш тақта қойылған. Қазақстан мен Ресейдің мемлекет қайраткері деген
жазуы бар. Осы үйде 1931-1934 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Міне Тұрар Рысқұлов мына үйде тұрған көрінеді. Арғата кеттік, Мәскеуді аралайық. Жарты күніміз жердің астында өткеннен кейін кішкене жердің үстіне шығып, Мәскеуді жаяу аралайық деп шештік. Қазір міне кешкі кептеліс басталды. Біз қайда бара жатырмыз? Біз қазір Зарядье деген паркке бара жатырмыз. Ол жерден әдемі бір Кремльге площадка бар. Сол жерде қазір видеоны түсірейік. Мәскеудегі тағы бір күн, қалаға кештеу шықтық. Бүгін сенбі, қалада көлік аз. Біз қазір Қазақстанның Ресейдегі елшілігіне бара жатырмыз. Сол жерде музей бар дейді, сол музейді көру ниетпен. Одан кейін Донской кладбищеге барамыз. Сол жерде Әлихан Бөкейхановтың басына барып Құран бағыштағаннан кейін ары қаратай тағы бір-екі жоспарымыз бар. Соны жүзеге асырмақпыз. Қазақстанның елшіліктерінің ішіндегі ең үлкен ғимарат осы Ресейде орналасқан, тағы біреуі Қытайда және үшіншісі ақш-та. Біз мына жерден кіретін болсақ. Жоқ, арғы есіктен. Ана есіктен. Елшіліктен шықтық. Өкінішке орай ішінде видеоға түсіруге болмайды екен. Және де сурет түсіруге де рұқсат бермеді, бірақ әйтеуір ішін көрдік, бәрі керемет. Қазір метроға түсіп баратырмыз тағы да. Карточкамызда ақша бітіп қалды. Соны толтыру үшін мынандай аппаратқа келдік. Дон зираттарынан шықтық. Егер келеміз десеңіздер, жету аса қиын емес. Чистые пруды метро станциясынан отырып, осы жерге дейін 15 минутта жеттік. Зиратты да оңай таптық. Ішіне кіріп, адамдардан сұрасаңыздар, репрессия құрбандары қай жерде жерленгенін айтады. Бұл жерде Әлихан Бөкейханов пен Нығмет Нұрмағұлы деген аталарымыз жерленген. Ана отырған не екен? Май кеште бар екен. Сол анау ғой. Жаңа пойыздар әдемі екен. Іші де ыңғайлы. Біз қазір Қызыл алаңды біраз аралап, одан кейін Москва қазақша деген жобаның қыздарымен кездестік. Сәлем достар! Біз Мәскеуде қазақ тілін үйренеміз. Және біз қазақ тілінде Мәскеуді таныстырамыз. Біздің арнамызға жазылыңыздар. Третьяков галереясына келе жатырмыз. Өкінішке орай өте кеш шықтық, сол себепті жабылуына аз уақыт қалғандықтан кірмейміз деген шешім қабылдадық. Жаңа сыртта бізге күзетшілер 300 рубльге билет ұсынды, бірақ ондай жолды таңдауды дұрыс деп таппадық. Негізі кіру құны 500 рубль, қателеспесем. Міне мына адамдар байқасаңыздар, сыртта кезек тұр әне. Ал мына жерде міне Третьяков галереясында Шәкен Айманов атамыздың суреті тұр. Тура галереяның алдында 21 наурыз бен 9 мамыр аралығында осы жерде Шәкен Айманов атамыздың фильмдері көрсетіледі екен. Кто это, не знаете? Это Шәкен Айманов. А? Шәкен Айманов, режиссер казахский. Он живой? Жив? Нет. Нет, да. Он в советское время жил. А, в советское время.
жүк сақтау бөлімінен өзіміздің заттарымызды алып вокзалға келдік. Беларусь вокзалы таңғы 5:30-нан бастап түнгі 12:30-ға дейін осы жерден арнайы пойыздар жүреді аэропортқа. Біздің ұшақ таңғы сағат 7:30-да ұшатындықтан вокзалдың төңірегінде таңға дейін жүретін ойымыз бар. Өйткені қонақ үйде қалсақ ұйықтап қаламыз ба деген қауіптен қорықтық. Экспресс аэропорт дейді міне қазір. Сол арнайы залға кіріп билет алайын деп жатырмыз. Таңғы 5:30-ға полшестого, да? 5:10. Аэроэкспресске отырдық. Таңғы сағат 5:30. Біз осымен жарты сағатта аэропортқа жетеміз. Шереметьев деген аэропорт. Елбек түнімен ұйықтаған жоқ. Болды осымен. Біз аэропортқа барамыз, арғата үйге қайтамыз. Сол болса.